Баршаңызға сәлем. Қажет арнасына қош келдіңіз. Каналға тіркеліп, қолдау білдіруіңізді сұраймын. Семірмеу үшін пайдалы лайфхактар. Ең алдымен ауыр диетаға жоқ деңіз. Себебі сіз ауыр диетаны ұстау арқылы бір апта не болмаса максимум бір ай ғана шыдайсыз. Одан кейін міндетті түрде срив жасайтын боласыз. Сонымен қатар кей тағамдарды шектеу деген қазіргі таңда дұрыс жұмыс жасамайды. Ең бірінші, сіз бастапқы 2 аптада тәтті мен мучной тағамдарды алып тастаңыз. 3-4 аптада кешкі уақытта оларды мүлдем жемеуге тырысыңыз. Ақырын 3-4 айда ғана физикалық жүктемені қосатын болсаңыз, жалпы 3 айда 10 килограмм салмақ физиологиялық тұрғыда тастай аласыз. Тәтті мен мучной тағамды жеуге болады, тек нормамен. Ал оларды кешкі уақытта алып тастау арқылы сіз зат алмасуға көмек тигізесіз. Тек тәтті мучной тағамдарды кешкі уақытта мүлдем жемей, және басқа уақытта тек нормасымен жеу және спорт қосу арқылы азуға да болады екен. Спорт ол фитнес зал немесе тренер болмаса да күнделікті жаяу жүру, қимылдау, билеу, үй жинауда жатады екен. Достар, ақпарат ұнаса, жүрекшені басып, пікір жазып отыруыңызды сұраймын. Қазақ тілді арнаны қолдап кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды.